Ассаламу алейкум. Мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте дәмді сатылымға полуфабрикатталған пельмендерді дайындайтын боламыз. Ең алдымен қамырынан бастайық. Ол үшін бізге ұн, жұмыртқа, жылы су, тұз және пістемай қажет болады. Қыздар, мен каналыма подписация етіп, лайк басып, қоңырау белгісін басуды ұмытпаймыз. Мен алда әлі де сіздермен осы полуфабрикатталған голубцы, мант, тефтели, самса, чебурекилармен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар, қыздар. Мінекей қамырымызды илейтін боламыз. Осындай ұнымыздың үстіне жұмыртқа, тұзымызды суға жақсылап араластырып аламыз. Суымыз жылы болу керек, мұздай болмау керек, қыздар. Сол кезде қамырымыз әдемі жиналатын болады. Мен осы полуфабрикаттармен бұрында айналысқым келген кезде ютубтан таппаған едім. Кейін осындай ақылы мастер-классқа қатысып, осы полуфабрикаттарды үйренген едім. Енді қазір осыны сіздермен бөлісуді жөн көрдім, қыздар. Осы видеоның соңында мен сіздерге осы 3 суала қамырдан қанша пельмен шығатынын және оны қаншаға сатып, үстінен қанша көретіндеріңізді айтатын боламын. Мен алдын ала осылай 3 суалаға қанша суала істейсіз, соншаны бөліп, сразу пакетке салсаңыз, өте әдемі жайылатын болады, қыздар. Енді салмасына бізге фарш, пияз, тұз, бұрыш қажет болады. Пиязымызды міндетті түрде осындай измельчитель болмаса мясорубкадан 2 мәрте өткізетін боламыз. Сол кезде ол жеуге өте жағымды, сондай пияздыр гідірлемей әдемі болып пісетін болады, қыздар. Міндетті түрде пиязды осылай майдалаңыздар. Мінекей тұзымызды қосамыз, қыздар. Қамырдың, осы салмамыздың граммовкаларын бәрін астында описанияда қалдыратын болам. Тура солай істесеңіздер, өте дәмді сатылымға ұялмай сататын сіздерде пельмешкалар дайын болатын болады. Мінекей енді бір суаламызды алып, жаятын боламыз. Қамырымызды жаймас бұрын осылай мен дайындап аламын. Сол кезде өте жақсы, тез жайылатын болады. Сосын қамырды қатты жұқа қылмаймыз, осындай орташа болады. Қатты қалың да қылмаймыз, қыздар. Осындай мантыға жинағандай қамырымызды жинаймыз. Мен сіздерге пельменнің 2 түрлі бүгу әдісін үйрететін боламын. Осындай 4 бұрышты және дөңгелек түрінде үйрететін боламын. Продажаға дөңгелек түрін сатсаңыздар, өте түрі әдемі болады. Солардың бұлай 4 бұрышты қылып сатсаңыздар да бола береді жалпы. Ол енді өз еріктеріңіз. Мінекей бас жақтан төмен жаққа қарай осылай созып қамырды жаятын боламыз. Енді осыларды 4 бұрышты етіп кесетін боламыз, қыздар. Қамырымыз сондай әдемі, жайылуы жылдам болып шығады, қыздар. Енді осындай ыдыстарға қатыратын боламыз. Сіздерде үйлеріңіздегі бар ыдыстарыңызға қатыра берсеңіздер болады. Тақтайға, легенге, болмаса осындай ыдыстарға қатыра берсеңіздер болады жалпы. Бірақ астына ұн себуді ұмытпаймыз, қыздар. Одан кейін фаршты мен осындай сетка ыдысқа салдым, артық су ақсын деп. Сіздерде солай жасап қойсаңыздар болады жалпы. Етін осылай мол-мол қылып саламыз, сол кезде дәмді шығады. Мінекей біздің пельмендеріміз дайын болды. Енді бұны морозильникке қатыруға жіберетін боламыз. Енді пельмендерді бүгудің екінші әдісі, ол осындай баклажка 0,5 болмаса 1 литрік баклажканы осылай кесеміз. Диаметрін 5-6 сантиметрдей қыламыз примерно. Сөйтіп осылай қамырдың үстіне басып,
дөңгелек формаларға келтіретін боламыз. Қалған қамырларды жинап қайда жайсаңыздар да қамыр жайыла береді. Главное, оны бәрін бірге қосып пакетке салып қоямыз. Кейіннен жая берсеңіздер болады, жайыла береді. Осындай әдемі пельмендер шығады. Етін мол қылып сала береміз, қыздар. Мінекей, міне әдемі. Сосын бұлар піскен кезде де езілмейді. Өйткені видеоның басында көрсеңіздер, ол 3 жұмыртқа қостық. 3 жұмыртқадан оңайлықпен қамыр езіле бермейді. Өте әдемі, дәмді пельмендер бізде шығатын болады. Енді қыздар, бағана қатырған пельмендерді өлшеп көреміз қазір. Менде осы 3 суала пельменнен 3 килограмм шықты. Енді қазіргі сатылымда пельмендердің килограммы 2700-ден сатады екен. Сіздер 3 килосы 8100 теңге шығады. Ал фаршына, жана қамырына кеткен ақша ол 4000 теңге. Сонда сіздер үстіне бірде бір көреді екенсіздер. 4000 теңгеге затын алатын болсаңыздар, 8100 теңгеге сатады екенсіздер. Сонда өте былайша жақсы бизнес, жақсы идея полуфабрикаттар. Міндетті түрде сіздерді жасап көріңіздер, бизнестеріңізді бастап көріңіздер. Мен соған себепші болсам, өте қатты қуанамын. Мінекей біздің пельмешкаларымыз өте әдем болып шығады, қыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өз жанұяңызға да жалпы дайындап қойсаңыздар да болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін сіздерге көптен көп рахмет. Сау саламатта болыңыздар. Келесі кездескенше.